Мұқағали Мақатаевтың жұбайы Лашын Әзімжанованың естелігінен. Ауру бір жабысқан соң кетуі қиын екен. Мұқағали тағы ауырып төсек тартып жатып қалған соң дәрілерін бердім де Алмагүлге тапсырып жұмысқа кеттім. Үйде бір адам ауырса ештеңенің берекесі болмайды ғой. Кешке келсе Мұқағали ұйықтағандай кейіпте, көзін жұмып жатыр екен. Өңі боп-боз. Жүрегі малай дүлей болып, ас әзірлейтін бөлмеге кірсем Алмагүлім боздап отыр. Папам тіпті нашарлап жатыр ғой, дәрігер шақыр. Ерні кеуіп әлсіреп қалды. Аздап сусын бердім, көп іше алмайды. Күндіз бір дәрі бергенімде алма, анау балконның бұрышында өрмекшінің торы бар екен. Соған өрмекші бір шыбынды қармап алып, кешке дейін зарлатты. Көріп жатып одан әрі қиналдым. Сол торды құртшы деген соң, торды сыпырып тастадым, деді Алмагүл көз жасын сүртіп. Ақынның жаны не деген нәзік. Өзі әрең отырып шыбынға жаны ашығанын қара деп ойлап отырмын. Алдымда ауыр қайғы күтіп тұрғандай, соны ойлап едім, денем дірілдеп кетті. Түнге қалса сырқаты одан да ауырлайтынын білем. Не істерімді білмей, ой түбіне жете алмай отырып, Мұқағали өлеңіне бірінші сәт сапар тілеген Әбділда ағамыздан көмек сұрадым. Әбекең қалалық денсаулық бөліміне телефон шалып, жағдайды айтыпты. Бірдемде бір топ дәрігер машинамен жетіп келді. Мұқағалиді ептеп қарай бастады. Қан қысымын өлшеп, жүрегін тыңдап, уколын салып дәрісін берді. Ауруханаға жеткізбесе болмайды, үйде ауыр болады деген соң, Мұқаңды дереу киіндіріп, ауруханасына апардым. Дәрігерлер бірінен соң бірі естіп, дереу жәрдемдесе бастады. Солардың арқасында, Әбекеңнің арқасында Мұқаңның беті бері қарай бастады. 20 шақты күн емделіп, тәуір болып, емханадан шықты.